Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте дәмді, қол жетімді заттардан жасалатын пряниктің рецептімен бөлісемін. Ол үшін алдымен айран мен содамызды қосып араластырып аламыз. Содан кейін тұзымызды, жұмыртқаның сарыуызын, сұйық майымызды, қантты қосып араластырамыз. Мен корица қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Ол маңызды емес. Енді ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспақ келеді. Артық ұн салып жібермеңіздер. Дайын қамырымызды салафанға салып, бөлме температурасына 20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз бөлме температурасында 20 минуттай тұрды. Енді жақсылап илеп алып, бірнеше бөлікке бөліп, пряниктердің формасын жасаймыз. Пряниктерімізді пергамент төселген ыдысымызға салып, алдын ала қыздырылған 170 градус пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Пряниктерімізді пешке салып, ол пісіп шыққанша глазурімізді дайындауға кірісеміз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқаның ағуызын салып, миксермен аппақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Шамамен 5 минуттай уақыт кетеді. Енді сахарный пудра, лимон шырынын, ванильный сахар қосып, тағы да 3-5 минуттай миксерлеп аламыз. Міне глазуріміз дайын болды. Жан-жағын лопаткамен жинастырып, тағы да бір-бір қозғап қоямыз. Міне пряниктеріміз пісіп шықты, осылай глазур жағып шығамыз. Глазур жағып болғаннан кейін 25-30 минутқа қалдырыңыздар, глазурларымыз кебу керек. Жасап көруге кеңес беремін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.